Сәлем достар. Бүгін біз 2002 жылғы эротикалық триллердің сюжетін талқылайтын боламыз. Фильмнің аты «Убей меня нежно». Ты знаешь все, что тебе нужно знать. Элис Индиана штатының жазығында өскен сұлу қыз. Америкада оның туыстары мен достары болмады. Сондықтан ол Англияға келіп, Лондонға лезде үйренісіп кетті. 1,5 жылдың ішінде ол танымал компанияның жоғары лауазымына ие болып қана қоймай, Джейкті де кездестірді. Оған онымен байланысу ұнайтын, өйткені бұл ер адамның қасында Элиске жайлы әрі тыныш. Қыздың үйреншікті әлемі кезекті жұмыс күнінің таңында бастан аяқ төңкерілді. Сүйіктісімен қоштасқасын ол жұмысқа асықты. Бағдаршамға тоқтағасын ол жаяу жүргіншілер жолымен өту үшін түймені басқысы келді. Мұны істегесін Элистің қолы бейтаныс еркектің қолына тиіп кетті, және ол оған қарау үшін көзін көтерді. Өтіп бар жатқан ер адамға қызығып, ол одан көзін алмады және кеңсесінен өтіп кете жаздады. Бейтаныстың қарама-қарсы беттегі кітап дүкеніне кіргенін байқап, Элис жұмысына толықтай бөліне алмады және ер адамды тағы да көруді армандады. Түскі ас үзілісінде ол кеңсесінен жүгіріп шығып, кітап дүкеніне қарай бет алды. Бейтанысқа қарап тұрып, Элис оны байқағанын көрді және тығылып қалды. Терезеге тағы да үңіліп, ол оны көз алдынан көрді. Жұптар көздерімен атысты және көлікке отырып, қыз бейтаныстың үйіне тартты. Әлде бір сәтте қыз бұл ісінің дұрыстығына күмәндана бастады және көліктен шыққысы келді, бірақ мұны жасамады. Оңашада қалғасын жұптар құмарлана махаббатпен айналысты. Үйге оралғасын Элис өзінің жігітімен жыныстық қатынасқа түседі және енді ол оны қандырмайтынын түсінеді. Келесі күні ол тағы да жұмысқа асықты және кеше танысқан еркекті кездестіру үмітінде айналасына қарады. Кітап дүкенінен өтіп бар жатып, қыз оның суреті бейнеленген кітапты байқады және ақыры бейтаныстың атын білді. Адам бірнеше жыл бұрын 6 туристі құтқарып қалған альпинист. Клаус оның әрекетіне таңданғаны соншалықты бұл оқиға туралы кітап жазған. Қозған Элис такси ұстайды да онымен тағы да бірнеше сағат өткізу үшін ер адамның үйіне беттейді. Адам Клаустың жазған кітабына риза, бірақ оның шындыққа жанаспайтынын түсінеді. 2 жыл бұрын ол барлығын құтқармаған және мұны қиын қабылдады, өйткені құрбандардың арасында оның қызы бар еді. Аквариумнен балықты алып, Адам 6000 метр биіктіктегі адамдар да өздерін осылай сезінетінін түсіндіреді. Өйткені оған ауа жетіспей, ми талшықтары өле бастайды. Үйге оралғасын Элис өзін әдеттегідей ұстайды, бірақ өзінің жігітін алдағысы келмейтінін түсінеді. Ол адамға байлаулы және оның қасында болуды армандайды. Сондықтан Джейкке барлығын мойындап, онымен айырылысады. Жігіт жынданып, ыдыс-аяқты қиратты, бірақ Элиске енді бәрібір, өйткені ол ғашығымен кездесуге асығуда. Үйдің табалдырығынан оны сүйкімді бейтаныс қыз қарсы алды және қызды кішкене есеңгіретті. Сөйтсе бұл Дебра екен, Адамның туған әпкесі. Ол інісіне өзінің үйінде бірнеше уақыт тұруына рұқсат берген. Қыз да альпинизмге қызығады және інісінің жүрегіне жарақат салған трагедия кезінде оның қасында болыпты. Дебрадан мекен-жайын алғасын Элис Адамға беттейді, бірақ ол үйде жоқ екен. Жігітті аулада бірнеше сағат күткесін ол сүйіктісін кездестіреді және онымен бірге өткізген әр минутынан ләззаттанады. Бірнеше күн өткесін оларға ерлік жасаған альпинисттен сұхбат алғысы келген тілші қонаққа келді. Элис жұмысына асығуда, бірақ телефон қоңырауына жауап береді. Арғы жақтан ол тек тыныштықты естіді және бұған мән бермеді. Жұмыс күннің аяқталуымен қыз альпинистік орталықтағы сүйіктісінің жұмысына соқты. Дебра Элистің қауіпсіздік белдікті тағуына көмектесті, бірақ асыға келген Адам әпкесіне сенбейтіндей оны тағы да тексерді. Бірнеше күн өткесін Элис өзінің ең жақын құрбысымен кездесті және жеке өміріндегі өзгерістер туралы айтты. Сильвия қызды түсінбейді, өйткені жыныстық жақындық өмірдегі ең маңыздысы емес, ал Джейк олардың айырылысуларынан қатты зардап шегуде. Элиске бұл қызық емес, себебі оны құмарлық жаулап алды және ол тек Адамға тиесілі болғысы келеді. Дүкендерді аралағасын құрбылар үйге қайтты. Әлде бір сәтте Элиске қарулы ұры шабуылдап, оның әмиянын ұрлайды. Адам мұны байқады және жігіттің артынан жүгірді. Қуып жеткесін ол оны оңдырмай жазалады. Элисті қатты құшақтап, ол оған деген сезімін мойындайды және оның әйелі болуын ұсынады. Неке қиюға бірнеше минут қалғанда Элис жасырын хатты қабылдайды. Онда әлде бір жақсылық тілеуші Адамды әшкере етпекші. Қыз хатты сүйіктісіне көрсетеді және оған күмәнданбайды, сондықтан күйеуге шығады.
Таудағы аздаған серуеннен кейін жұптар кішігірім жорыққа шығу үшін киімдерін ауыстырды. Періште ескерткішінің қасында адам жалаңаш Элисті суретке түсірді. Жұбайын дабыл зымыранмен қорқытып, ол тапаншаны арнайы жәшікке жасырды. Элис дұрыс жаттықпағандықтан күйеуінен қалып қойды, бірақ ол жұбайына көмектеспеді және алысқа жоқ болып кетті. Сөйтсе ол романтикалық тосын сый дайындап қойыпты және жұбайының денесін толықтай бағынышты ету үшін және оның демін басқару үшін жіптерді пайдалануды шешті. Үйге оралғасын Элис кезекті жасырын хатты қабылдайды. Мұның бәрін бұрынғы жігіті істеп жүр деп ойлап, ол Джейкке қоңырау соқты, бірақ оның Сильвиямен кездесіп жүргенін анықтады. Күйеуінің құрметіне жоспарланған кешке барып, қыз өзін ыңғайсыз сезінеді. Адамның әпкесі кішкене босаңсуына көмектесіп, қызға алтын тұмар сыйлады. Осылайша інісінің таңдауын қабылдайтынын көрсетті. Бірнеше күн өткесін тілші Элистің кеңсесіне қоңырау шалып, жасырын хатты қабылдағанын айтты және оны факспен жібергелі жатыр. Адамның бұрын қызды күшпен алғанын біліп, Элис мұны анықтамақ болды. Мишельмен кездесіп, ол өтірік тілші кейпін танытады және қыздың оқиғасын тыңдайды. Әлдебір сәтте Элис мұның ешқандай құжаттық дәлелі жоқ екенін түсінді. Тілшімен кафеде кездесіп, жұбайының оларды аңдып тұрғанынан күдіктенбестен, ол Мишельмен кездесуі туралы айтады. Әлдебір уақытта Элис күйеуінің өзі жайында еш нәрсе айтпайтынын түсінді. Әйел ол туралы тек газет пен кітаптан оқыған, ал адамның өткен өмірі қараңғылықпен жабулы. Жабық қойманы есіне түсіріп, Элис кілтті табады да құпия есікті ашады. Үйіліп жатқан хаттардың арасынан ол Адельден келген жазбаны тапты және оның жұбайы күйеу бар әйелмен қарым-қатынаста болғанын білді. Адамның үйге оралғанын естіп, Элис қойманы жауып үлгерді. Келесі таңда әйелін аңдаған күйеуі оның кеше қайда болғанын сұрайды және Элистің бетбақтықпен алдап отырғанын түсінеді. Шындықты аша отырып, адам Мишельмен жақындасуы туралы баяндады. Сөйтсе ол айыптау туралы біледі екен, бірақ еш алаңдамайды. Өйткені қызбен бала кезден бері таныс еді және барлығы өзара келісіммен өткен. Мишель ақша тауып, кедейліктен шығу үшін альпинистің танымалдылығын пайдаланғысы келді. Бірнеше уақыт өткесін қонаққа Клаус келіп, адамға олардың жаңа ток-шоудағы түсірілімге қатысулары керек екенін ескертті. Күйеуі кете салысымен қыздың тағы да қойманы ашқысы келді, бірақ кілттердің жоғалып кеткенін байқады. Біреудің келгенін байқап, Элис төменге түседі және жақсылық тілеушіден жаңа жазбаны қабылдайды. Ішінде адамның бірінші неке түнінде қолданғанындай қанды таңғыштар жатты. Өз өміріне алаңдап, қыз тілші кейпінде Адельдің үйіне барады. Қыздың анасын кездестіріп, ол Адельдің 8 ай бұрын жоғалып кеткенін білді. Полицейлер оны таппады, ал адам үнемі мәселені тексеруге әуес және кез келген сәтте келуі мүмкін. Күйеуінің көзіне түскісі келмей, Элис қашып кетеді. Үйге келгесін, ол күйеуінің заттарын ақтарады және періштенің қасында түскен Адельдің жалаңаш суретін тауып алады. Одан да қатты қорқып, қыз бірінші қабатқа түсті және осы уақыт бойы оны аңдыған адамды кездестірді. Элистің ойынша жұбайының ойнасы пайда болған. Элисті үстелге жатқызып, адам оны мықтап байлайды және оның көзіне қарап, бар шындықты айтуға мәжбүрлейді. Ер адам сүйіктісі үшін бәріне дайын. Ол онсыз өмір сүре алмайды және өзінің барлық құпиясын ашуға дайын. Күйеуін тыңдап болғасын, Элис әжетханаға сұранады және оны аңдып жүрген адамнан қашып кетеді. Полицияның жергілікті бөлімшесіне тап болып, Элис олардың танысу сәтінен бастап барлық болған оқиғаны айтып берді. Элис оның күйеуі Адельді және тағы да басқа қыздарды өлтірген нағыз қаншер екеніне сенімді. Өйткені ол қызды басқа ер адаммен бөліскісі келмейтін меншіктенуші. Детектив Элиске сенуге дайын, бірақ оның айғағы жоқ, ал сурет бұл дәлел емес. Сөйтсе адам көрші бөлмеде отыр екен және оны ешкім тұтқынға алмаған. Ол жұбайының жоғалып кеткенін хабарлау үшін бөлімшеге өзі келген. Детектив адамның шамадан тыс қызба және ашуға бейім екеніне сенімді, бірақ бұл оның кінәсін дәлелдемейді. Ол ер адамды бірнеше сағатқа қамауға дайын, бірақ бұдан артық ешқалай көмектесе алмайды. Уақытты тиімді пайдалана отырып, Элис Дебраға асықты және болған оқиғаны баяндап берді. Әпкесі інісінің Адельді және тағы да басқа жүрген қыздарын өлтіргеніне ұзақ уақыт бойы күмәнданған. Өздерінің болжамдарының растығына көз жеткізу үшін қыздар Адельдің мәйітін табуға тырысып, отбасылық шіркеуге бет алды. Жолда Дебра жасырын хаттар бұл Элисті құтқаруға тырысқан өзінің әрекеттері екенін мойындайды.
Адам үйге оралып, сынған карабин мен ескерткіштің қасындағы қыздың суретін тапты. Жұбайы мен әпкесінің шіркеуге кеткендерін түсініп, ол олардың арттарынан ереді. Орынға жеткесін қыздар қазуға кіріседі және Адельдің денесін табады. Оның да дәл Элистік секілді тұмары бар. Дебра жасөспірім шағында тура осы жерде інісімен жыныстық қатынасқа түскенін мойындады. Және сол сәттен бастап ол тек өзіне тиесілі. Оның жолында тұрғандардың барлығының көзін жойып, Дебра Франсуаны, Адельді және тағы да басқа оның інісімен кездескен қыздарды өлтірді. Ол Элисті әтейі осында әкелді, өйткені ол оның келесі тізімінде. Дер кезінде келіп жеткен Адам жұбайын құтқара отырып, әпкесін ұрады. Дебра бауырын құртуға дайын, оның басқа біреуге бұйырмауы үшін. Бірақ Элис қызды дабыл зымыранмен атады. Таңда оқиға орнына полицейлер келіп, Дебраның денесін тапты. Ерлі зайыптылар сынақтан сеніммен өте алмай айырылысып кетті. Бірнеше жыл өткесін Элис пен Адам тағы да кездесті. Олар бір-бірінің қасынан өтеді және осымен фильм аяқталады. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.